Қазір YouTube'дан ақша табудың жүздеген жолы бар. Бірақ солардың ішінде саған тұрақты ақша төлейтін және капитал талап етпейтін, қай жерде тұрсаң да өте маңызы жоқ. Тіпті жүзіңді де, дауысыңды да көрсетпей контент жасап ақша табатын жалғыз бизнес моделі бұл YouTube. Және бұл видеода мен саған, мына каналды аш, мына видеоны жүкте демеймін. Мен саған 5 қадаммен YouTube'да бренд канал қалай құруға болатынын нақты жол картасымен көрсетемін. Соңына дейін қара, әр қадамды сен бүгіннен бастап қолдана аласың. Неге дәл YouTube? Бір ойлап көрші, Instagram, TikTok немесе соған ұқсас платформалар саған тұрақты табыс төлемейді, өзіңді кепілдікте сезіндірмейді. Себебі ол аккаунттар көбінесе тек жарнама табысымен жүреді. Видеоларың кейде қаралады, кейде қаралмай қалады. Ал YouTube олай емес. YouTube саған жарнама табысын да төлейді. Affiliate арқылы да, сырттан келетін мүмкіндіктер арқылы да. Ал ұзақ мерзімде сенім орнатқанда мүлде басқа есіктерін ашады YouTube саған. Кейде үлкен мүмкіндік есігіңді өзі қағады. Көбіне бастағанда, YouTube'ды бастаған кезде не табатыныңды да білмейсің. Бұл жаман сигнал емес. Бұл ұзақ мерзімде еңбекпен YouTube'да не жасай алатыныңның басы ғана. Соңын елестетіп көр, сен сеніп кіріссең, нәтиже сені шынымен таңғалдырады. 5 қадамға өтпес бұрын миымызға бір нәрсені орнатуымыз керек. Бұл іске тек қана ақша табу үшін кірмейміз. Тек танымал каналдарды қуалап, соларды копия жасамаймыз. Видеоны жасағанда, тақырыбын жазғанда, обложкасын дайындағанда, бұл видео мынанша қаралады, маған мынанша ақша әкеледі деген ойды басымыздан мүлде шығарып тастаймыз. Себебі біздің мақсатымыз бренд канал құру. Әр видеомыз алдыңғыдан жақсаруы, сапалы іс істеп жатқанымызды сезіну. Дәл осы сезімді сыртқа шығарып, каналыңа шынайы шоғырлансаң, мен бұл істі жасаймын десең, ол саған бір жерден шынымен табыс алып келеді. Маңыздысы ниетіміз. Ниетіңді таза ұстап, құндылық қосып, оригиналды жасасаң, ақша сұрамасаң да соңыңнан жүгіретін болады. Әрине, бренд канал құру маңызды. Обложкасы, баннері, арна туралы бөлімі, бұлар туралы көп айтамыз. Бірақ ең маңыздысы каналың қай нишаға, қай аудиторияға арналатынын анық ажырату. Егер бәріне арналған жалпы канал жасасаң, немесе нақты аудиторияға арнап жасап, кейін оны жалпыға ашам деп ойласаң, осы жерде сәтсіздікке ұшырайсың. Бәсекелесті талдау, кіретін істің көлемін талдау. Яғни бұл сондай маңызды. Өйткені кейде нишаны тарылтып жібересің, оның көлемі сондай кішкентай болады, тіпті керемет канал жасасаң да қаралым алуың қиынға соғады. Екінші маңызды тұс SEO мен бастама. Мен әрқашан мынаны айтам. Shorts каналы емес, ұзын видео каналын жоспарласаң, каналыңның туралы, яғни канал туралы бөлімі, канал тегі, видео тегі, тақырып, сипаттама, тіпті обложкадағы жазбаға дейін мықты SEO жасауымыз керек. Себебі нөлден аудиторияны бастап, дұрыс көрерменге жетуге тырысып жатырсың. Тағы мынаны ұмытпа. Бұл 1, 2, 3 видеомен бітті емес. Кейбір каналдар 1, 2 видеомен атылады, жарылады кәдімгідей. Монетизациясын өтеді, ақшасын да табады. Ал бірақ 30 видео жарылмай, сосын 30-дан кейінгі видеолар мықты табыс тапқан каналдар да бар. Сондықтан сабырлы болу керек. Яғни нишаңа сенуің керексің. Және міндетті түрде көрерменмен байланыста болу керек. Бәсекелесіңнің видеосының астындағы көрермен неге, қалай реакция беретінін мұқият талдау керек. Сұрақ қой, аудиторияңмен бетпе-бет сөйлес. Видеоның ішінде мұны жасамасаң, ол видеода жан болмайды. Көрермен өзін ерекше сезінбейді. Бұл үйде де, кеңседе де, және отбасыңмен бір жерге барғанда да істей алатын іс. Жүйені дұрыс құрсаң, ол саған нағыз еркіндік есігін ашады. Енді 5 қадамға көшейік. Бірінші қадам. Нишаны таңдағанда шынымен сүйетін категорияңды таңда. Өзіңнің жақсы көретін категорияңды таңда. Бәсекелесті талдап жатып, өзіңді сол контентті үздіксіз жасап жүрген адам сияқты елестет. Мен бұл істі ұзақ мерзімде жасай алам ба? 1-2 видео емес, басында 50 видеоға шейін жоспарлап таста. Қара, жалғасың ба? Сол контент саған бірдеңе қоса ма? Әлде сен жасаған сайын оған бірдеңе қоса аласың ба? Мұны каналды бастамас бұрын міндетті түрде ойлан. Егер нишаны ойланбай, бас көтеріп таңдасаң, бұлай таңдай салсаң, 3-4 видеодан кейін жалғасың. Каналды қандай керемет жасасаң да, видеоларды жалғастырмайсың. Және бәсекелесті талдағанда ешқашан көшіріп қоя салма. Бәсекелесіңнен ең жақсы тұсын алып, өзіңнің концепцияңды құр. Екінші, әрі ең маңыздыларының бірі, бәрі аттап кететін қадам. Бұл тәртіпті болу. Қалай? Жоспар жаса, қашан мәтін жазасың, қашан монтаж жасайсың, қашан каналыңның аналитикасына кіресің. Мұны қалай жасасам екен, былай жасағым келеді, ізденейінші деп ойлап қана уақыт өткізбе. Тіпті ізденуге де неше күн кететінін белгіле. Мақсат қой, сол мақсат күн
күні ол істі бітірген бол. Әйтпесе үнемі ойлайсың, бірақ ешқашан бастамайсың. Кемелді болғанын қалайсың ба? Қателес. Іске кіріскенде кейбір нәрсені жолда шеш. Әрекетке көшу каналыңның 50%-ын жасадың деген сөз. Кейбір дүниені практикамен ғана үйренеміз. Сен көп видео көресің, көп ақпарат аласың, бірақ ештеңе жасамайсың. Бұл саған ұзақ мерзімде зиян. Сені алаңдатқан бірдеңе бар. Инстаграмда жүресің ба, тиктокта жүресің ба, күн ішінде неге көп уақытыңды жұмсайтыныңды бір қарап шық. Ең көп уақытыңды алатын нәрсе сол кезде белгілі болады. Сосын дәл сол жұмыс істейтін күндері, мысалы Инстаграмда күніне 3 сағат жүрсең, сол қосымшаны өшіріп таста. Ісіңе шоғырлан. Үшінші, өте маңызды қадам стратегиялық ағаш. Стратегиялық ағаш деген не, достар? Белгілі тақырыпты таңдаймыз. Ағаштың басты діңі, яғни каналыңның нишасы, ал осы дінге көптеген бұтақтар қосылады. Бұл бұтақтардың бәрі ақыр соңында басты бір дінге әрі бір-біріне байланысуы керек. Яғни каналыңа сырттан қараған адам онда стратегия бар екенін түсінуі керек. Әр видео бір-бірінің көшірмесі болмау керек. Әрине, әр видео алдыңғысының үстіне құндылық қосады. Бірақ бір видеода естіген нәрсе келесі видеода байланысты тақырыппен жалғасуы керек. Мұны біз оқиғаны кодтау деп атаймыз. Видеолар бір-бірімен байланысып, бір-бірінің есігін ашсын. Сондықтан осы ағашты нақты стратегияны құрмай, 10 видеоң серия екеніне бір-бірімен байланысып, құндылық қосатынына көз жеткізбей каналды бастама. Видеомен канал құрылмайды. Мынау видеоны жасайын, мынау жақсы екен, бәсекелесім тағы бір видео жазапты, ол да жақсы екен, осыны да жасайын. Мұндай стратегия болмайды. Сен оңнан, соңнан, басқа жақтан видео жинап, мүлде шатасқан канал жасайсың. Мысалы, Marvel фильмдерін ойлап көр. Әрқайсысы бөлек-бөлек көріледі, басы мен соңы бар, бірақ ақыр соңында бәрі бір-бірімен байланысады. Каналыңды да дәл солай ойла. Төртінші, әрі тағы маңыздыларының бірі бірізділік пен талдау. Обложкаңның түс палитрасынан, тақырыбыңнан, видео ұзақтығынан, мәтін жазу мәнерінен, монтаж стиліңнен, каналыңның жалпы брендіне бір тұрақты келбетің болсын. Әрі сондай тәртіпті бол. Сол шеңберден шықпа. Көп адам не істейді? Бір видеосы аз қаралды деп ойлайды, бірден жөндеуге кіріседі. Мүлде басқа обложка жасайды. Олай жасама. Ол видео қаралмауы мүмкін, бірақ сол қалпыңмен жалғастырсаң, келесі видео қызығушылық тартуы мүмкін. Сондықтан каналды қалай бастасаң, соған адал болуға тырыс. Ал 5-10 видео салдың, обложкаларың мүлде басылмай жатса, онда өзгеріске барғанда каналдың жалпы деңгейінде өзгеріс бар. Өзгеріске бару керек. Яғни 10 обложкаңды да бірге өзгерт. Бір ғана видеоны емес. Сондықтан ең ұсақ бөлшегіне дейін тәртіпті бол. Хук кіріспеңнің неше секунд екеніне, видеодан неше секунд сайын визуал өзгеретініне дейін бәрін тәртіпте ұста. Бесінші қадам оқиғаны кодтау. Адам бір видеоны көргенде келесі видеода не болатынын білгісі келуі керек. Келесі видео одан кейінгі видеолар туралы тұспал беруі керек. Немесе алдыңғы видеоның комментарийлеріндегі сұрақты алып, келесі видеода соған жауап беруің керек. Яғни аудиторияң сенің видео салуыңды күтуі керек. Басты бетте видеоңды көргенде оны көру міндетін сезінуі керек. Өзін бір серияның ішінде сезініп, саған еңбек сіңіргеніне көзі жетуі керек. Сондықтан оқиғаны кодтау шынымен өте маңызды. Мұның түрлі жолы бар. Жасырын кодтау, ашық кодтау, визуалды кодтау. Қайсысын жасасаң да, видеоларыңды, тақырыптарыңды, тіпті обложка стильдеріңді де бір-біріне байланыстыру керек. Қорытындылай, каналыңа шынымен мән берсең, кез келген іс мән бергенде әдемі болатыны сияқты, каналыңа уақыт жұмсасаң, ісіңді сапалы жасауға тырыссаң, әр күн дами берсең, оның үстіне бірдеңелерді қосып отырсаң, бәсекелестеріңді талдап, олардан да жақсы болсаң, табыс қаласаң да, қаламасаң да саған келеді. Мұнда ең алдымен өзіңе сен. Бұл істі кім жасай алса, сен де жасай алатыныңды біл. Бірақ оңай істі жасауға тырыспа. Жасайтын контентіңде шынайы еңбек болсын. Сонда оны көшіру де қиын болады басқаларға. Бұл ақпарат ұнайтын болса, каналымызға лайк басып кетіңіз, видеоларымыздың барлығын толық көріңіз. Жаңа видеолардан хабардар болу үшін каналымызға жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.